Жок айтат, асың алшысына тұрсын дейді. Асық алшысына тұрғанда жігіттің жолы болады дейді. Қараңыз, крокодил, бұл айналасың. Сондай шығатын. Бұл не сонда? Басты қараса неге ұқсайды? Көрдің бе? Неге ұқсайды? Жоқ. Көрдің неге ұқсайды? Төбесін көріп тұрмын. Қолтырауын дейді. Мына қазақ аттың үстінде отырып, шығында мына үйде отырғанда бүйтіп желіп отырады. Желіп өш дейді. Аттың құйрығынан жасап бүйтіп отырады. Мына торсық дейді. Мына жеріне байлап алады, қымызын, суын, шұбатын құйып. Деген жерінде.
17 ғасырда тігілген жайнама іздейсіз бе? Иә. Соны жаңартып тігіп жатырмын дейсіз бе? Жаңа Мәссаған. 17 ғасырда Тараз қаласында. Тараз қаласында. Дұрыс. Дүниенің жаратылыс көрінісі дейді. Суреттердің бәрі қолдан тігілген. Соларда тұрған сүрендердің бәрін тоқыған мүмкіндігі шектеулі мүгедек балдар. Осы суреттердің бәрін ба? Мына олардың барлығы сол балдардың тоқығанда. Қармақшыда асыған мүмкіндігі шектеулі балалар қоғамдық бірлестігі бар. 132 бала бар сонда. Солардың жұмыстары. Свет маған қашан жағып тұрасың? Рахат екен. Кешіңіз. Жоқ, рахат екен. Рахат. Аңып көрініп жатыр да. Мына бір қазір қараңғы түспей ана свет мына бір дұрыс жанбайды. Ақша болды. Бізде сол қыдырып келіп, сол түсіріп алып отыр. Байқоңыр. Байқоңыр қаласында. Сол экспо деп. Астанаға бармасақ та осы жаққа барғанымыз. Астанадағылар Астанадан келгендер мақтап кетіп жатыр ғой. Ояқтағы дейді искусственный дейді, бәрі дейді. Иә. Мына жерде натуральный. Дұрыс, иә, сол баяғы. Естественно деп не риза болады. Неге сендерді апармаған дейді. Өзіміз барған жоқпыз. Барлығы тарихи дейсіз ғой. Мысал үшін мен кәдімгі қазақтың кілемшісімін. Ал енді осыны жапсырып кілем қылып істейтін мынадай неменен машинамен тоқитын еді, оларды дәстүрлі дейді. Бізді таза кілемшіміз біз. Қазақтың несі баяғы. Ол мынаны ұратын тарақ, мынаны қағам ғой мен. Үстіне мағыздайсыз ғой. Иә, мынаны қазір былай қарап полный жүріп өтем, мынаны толтырам міне, мынау арқау. Мен осыны өткізем үстінемден нығыздайым. Сонда мынау бірігеді. Мынаны қазір мына қара, мен қазір бұны ше күрмеп байлап жатырмын. Алып екі жіпті мінекей. Күрмеп байлап жатырмын. Мынау өлгенде шешілмейді мені. Иә. Осылай байлап жатырмын. Енді осы мынаған тығыздалу үшін үстінен арқау жүреді. Жаңа мына жіп жүреді. Иә. Сосын ұрамызда мынаны тегістеп бетін қиямыз қашып. Ана тарағы. Тарақ деп айтады, оны жаңа тоқпақ дейді кейбір жерлерде. Бізде қармақшыда тарақ деп айтады. Сонда сіз мыналардың бәрін суреттер тұр ғой, сол кәдімгідей. Мынадан қарап тоқып отырмын. Ананы суретті түсіріп, үстін клеткілеткен ғой. Сол клеткіменен тез тоқылады. Өнер, иә, бұның өзі. Әрине өнер, мен түк-түгілем деп айтады бұны. Анау бірінші үйде отыр әжең, ол кәдімгі бау тоқып жатыр. Қазір тоқып жатыр ма? Қазір? Осы кезде құрып қойған, қазір тоқып жатыр ма, білмеймін, бағана құрып дайындаған. Анау ең бірінші шеткі қараш үйде. Қазақша бау, мына нелердің кәдімгі баулары бар ғой, тұрған, соларды тоқиды. Ол енді олар мынадай тарақпен ұрмайды, кәдімгі қылышпен ұрады. Қылыш деп айтады. Қазақша, таза қазақша нелер. Біз мына пышақпен кесеміз бұны байлап. Рахмет апа сізге. Іші әдемі екен. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Армандарыңызға жетіңіз. Періштен болар. Рахмет апа. Қалқан жетеді болсын. Анау немес па? Немес па? Жаңа қалқан істейтініз ба? Диірмен дейді. Мына жерге онды салады да. Нан басатын беді осы ма? Оны шығарады. Оны шығарады. Мынау қалқан істейді. Ойбай, жоқ, бұмен немен де істейді жаңа. Мынау шығар. Мынау ғой. Бидай жейді. Ұрады ғой, әшеміз баяғы ұрады еді ғой. Ұрасыңдар ма дейді. Ұрып алады. Қызығына басылады.
кухня дейді ғой. Баяғыда мына осыны ауылда жеңшем осындай теріп әкелші дейді ғой. Бұл не деймін ғой? Сиырдың боғы дейді ғой. Иә, қиы ма не дейді? Мама айтып барған қосып келді. Шығады мен екеді, екесі шығады. Келсең. Істемеймін. Күн батып кетті, бағанаға келмедік. Бағанаға түсіріп жүрді. Қарбыздар. Осы жерден өсіп жатыр ма қарбыздар сонда?